күшті болу үшін міндетті түрде өз күшіңізді арттырудың қажеті жоқ. Басқа стратегия нұсқасы қарсыластарыңызды әлсір ету. Бұл Трамп мойынсұнғыш Израильді Иранға соққы беру үшін пайдаланып отыр. Ал Дональд Трамп өтірік айтпайды. Ол шынымен Америка Құрама Штаттарын құтқарады. Жаһандық дағдарыс жағдайында өмір сүру үшін бәсеке. Трамп тек Иранның қорқынышты ядролық қаруы туралы ғана алдайды. Бірақ Америка Құрама Штаттарының билігі өзге елдердің ісіне араласуын ақтау үшін ертегілер ойлап табуға мәжбүр. Сондықтан Иранның ядролық қаупі туралы ертегі таратылды. Америкалықтар кез келген мемлекетті әлсіретуден немесе тіпті жойып жіберуден еш өкінбейді. Бұл дағдарыс кезіндегі өмір сүру үшін күрес. Мұнда достықта, аяушылықта жоқ.